Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге таңғы асқа өте жылдам әрі қарапайым ғана омлет дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдын ала затымызды дайындап қойдым. Маған 2 кісілікке ғана дайындаймын. Сол себепті де 3 жұмыртқа және 1 қызанақ укропымыз қажет. Егер сіздерде көп кісіге жасайтын болсаңыздар, жұмыртқаңызды көбейтеміз. 3 жұмыртқаны алып ыдысымызға және осындай дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Аздап қана тұз қоссақ жеткілікті. Енді әркімнің әр қалауы әртүрлі. Біреу тұзды ұнатады, біреу тұзы аз болған ұнатады. Осылай етіп араластырып аламыз жұмыртқамызды. Шаншқымен араластырып алдым. Енді мұны шетке алып қойдым. Бір қызанағымызды жуып, тазалап, осындай етіп, ұзыншалап етіп турап аламыз. Немесе ұсақтап етіп, 4 бұрышты етіп те турап алады. Осындай етіп, жіңішке етіп турап алдым. Қызанақтың жартысын ғана қоссаңыз да жеткілікті. Маған көп болған қалаймын, сол себепті де 1 данасын қостым. Енді қызанақтарымызды турап алдым және укропымызды да ұсақ етіп турап аламыз. Укропты да өз қалауыңыз бойынша қосасыз. Және де өз фантазияңызға байланысты ірімшіктер қосуға болады. Өз фантазияңызға қарай қоса бересіздер. Немесе шұжық қоссаңыздар да болады. Енді табамызды алдын ала қыздырып алдым. Және де сұйық май емес, сары май қоссаңыздар болады. Осында етіп жағып алып, менде қолдың сары майы үй сары май деп айтамыз. Сары майымызды барлығын қосып, майлап алдым табамызды. Сары май қоссаңыздар дәмдірек болады. Енді осы қызып тұрған табамызға жаңағы жұмыртқамызды құямыз алдымен. Негізі қызанақпен араластырып жіберсеңіздер де болады. Маған бетіне қойған ұнайды. Газымызды өте жай қойып қоямыз. Қатты қыздырып жібермейміз. Асты тез пісіп кетуі мүмкін. Енді бетіне жаңағы туралынған қызанақтарымызды сәндеп шығамыз. Қызанақты өз қалауыңыз бойынша қоса бересіз. Егер сізге видео ұнап жатса, каналға ұнату белгісін басып қойыңыз. Және де әлі де тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыз. Менде каналда өте қарапайым ғана рецепттер бар, әрі қазақша. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосып жіберіңіз. Қызанағымызды сәндеп шықтым және үстінен укропымызды да сәндеп сеуіп шықтым. Мен көк шөптерді жақсы көргендіктен көбірек қостым. Бетін жауып қоясыз, 5-10 минуттың арасында осында етіп піседі. Сонда түбі жабысып қалмайды жұмыртқаңыздың. Жай отта пісіріп ала бересіз. Біздің омлетіміз дайын, өте жылдам, 5 минутта дайындап қоясыз. Әрі жеңіл таңғы асқа өте жылдам жасай саласыз. Осында етіп ұсынсаңыз, керемет, әрі дәмді. Сіз де жасап көріңіз, ас болсын.